дәл шетіндегі Сахель аймағында ерекше геологиялық өзгерісті тіркеді. Жер жарылған және мүлдем жансыз отты бассейн деп есептелетін жердің ортасында кенеттен 100 гектарға жайылған миллиондаған жұмбақ жасыл нүктелер пайда болды. Бұл табиғи орман емес. Сонымен қатар бұл мемлекеттік ауыл шаруашылық жобасы емес. Жылу сенсорлары бұл жасыл аймақтардың Сахара шөлінің қақ ортасында жер бетін керемет түрде салқындататынын көрсетеді. Ең таңғаларлығы, бұл ауқымды өзгерістердің барлығын миллиондаған босқындар, қолдарында дөрекі шлангтан басқа ештеңесі жоқ адамдар жасап жатыр. Олардың миллиард долларлық бюджеті де, механикалық жабдықтары да жоқ. Бірақ олар жер бетіндегі ең үлкен шөлді шегінуге мәжбүр етеді. Снарядтан қашқан адамдар қалайша осындай ауқымды экологиялық араласуды жүзеге асыра алады? Сахара шөлі бір орында тұрмайды. Ол оңтүстікке қарай жылына бірнеше шақырымға жететін жылдамдықпен қозғалады. Бұл жай ғана құмның қозғалысы емес. Сонымен қатар аптап, ыстық күн астында болатын ауыр табиғи құбылыс. Сахелдегі жер жиырылып, қатты қыртысқа айналады. Сондықтан суға төзімділігі сонша, ол суды сіңіре алмайды. Жаңбыр жауған кезде топыраққа сіңіп кетудің орнына су шыныға құйылғандай тікелей бетінен ағып, барлық қоректік заттарды шайып, бірден буланып кетеді. Жер ылғалды сақтау қабілетін толығымен жоғалтады. Бұл өсімдіктердің өмір сүруін мүмкін емес етеді. Сонымен бірге Судандағы қақтығыс миллионнан астам адамды Чад шекарасынан өтуге мәжбүр етті. Олар тіпті байырғы халқы да азық-түлік тапшылығынан зардап шегетін елге келді. Нақты деректерге сүйенсек, егер ешқандай шара қолданылмаса, 2050 жылға қарай бұл аймақтағы ауыл шаруашылық жерлерінің 3-тен 2-сі жойылып кетеді. Бұл 1 миллион адам аштықпен ғана емес, сонымен бірге жаһандық экологиялық апатпен де бетпе-бет келеді. Азық-түлік көмегінің дәстүрлі әдістері уақытша шешімдер ғана болып табылады. Оларға жер бетінің құрылымын өзгертуге қабілетті ауқымды шешім қажет. Бірақ егер сізде бір экскаватор болмаса, 100 мың гектар өлі жерді қалай өзгертуге болады? Құм мен шаңның кесірінен жақын арада істен шығатын қымбат техниканы күтудің орнына қолмен араласу жоспары іске қосылды. Бұл жарты ай тәрізді фосса техникасы болды. Бұл Чад үкіметі мен халықаралық ұйымдар арасындағы үйлестірудің арқасында өнеркәсіптік ауқымда жетілдірілген ежелгі су жинау технологиясы ұлттық ұйымдар. Мұнда нақты техникалық жоспарға сәйкес миллиондаған жарты ай тәрізді шұңқырлар қазылған. Әрбір шұңқырдың диаметрі 2-ден 4 метрге дейін және тереңдігі 0,5 метрге дейін жетеді. Желдің бағыты мен жаңбыр суының табиғи ағынын есепке алу үшін бір-бірінен алшақ орналасқан. Қараңызшы, олар қандай жағдайда жұмыс істейді? Сыртқы ауа температурасы үнемі 45 градус Цельсийде сақталады. Жердің қатты қысылғаны сонша, темір аспаптармен соғылған кезде оның үстінен ұшқын жиі ұшып, дірілдің күштілігі сонша, қазушылардың қолдары ұйып қалады. Бұл жерде бульдозерлерде, экскаваторларда жоқ. Мұнда тек адам еңбегі ғана бар. Босқындардың әрбір отбасы азық-түлік рационына және тұру құқығына айырбас ретінде осы шұңқырлардың жүздегенін қазу керек. Геологиялық беттің өзін қалпына келтіру үшін адам еңбегі жұмсалады. Кетменнің әрбір бұлғауы тесік жасап қана қоймайды. Сонымен қатар өмірге кедергі келтіретін экологиялық бетон қабығын бұзады. Миллион адам бірігіп әрекет еткенде, олар үлкен жұмыс күшін құрып, жүздеген мың гектар жердің құрылымын кез келген машина армиясына қарағанда тезірек өзгертуге қабілетті биологиялық машиналарға айналады. Жанармай мен қосалқы бөлшектердің жетіспеушілігі жағдайында бұл механикалық технологияға емес, адамның төзімділігіне негізделген ауқымды араласу. Қарапайым құралдар мен үмітсіздік күшінің көмегімен адамдар бүкіл аймақтың климаттық картасын өзгерте алатынына сенесіз бе? Егер сіз осы босқындардың ерік жігеріне таңғалсаңыз, олардың күш жігерін қолдаңыз. Егер сіз ең қиын жағдайларда да адамдардың планетаны өзгертуге әлі де мүмкіндігі бар деп ойласаңыз, бұл туралы ерекше нәрсе ретінде түсініктеме беріңіз. Бірақ шұңқырларды қазу бұл тек бастамасы. Бұл жобаның елестете алмайтын нәтижелерінің шынайы құпиясы осы жарты ай тәрізді шұңқырлардың ішінде әрекет ететін физика және термодинамика заңдарында жатыр. Бұл шұңқырлар суды ұстап қана қоймайды. Сонымен қатар олар бүкіл өлі жердегі температураны бақылаудың алып жүйесі ретінде жұмыс істейді. Және бұл механизм қоршаған ортаны қорғау мамандарын таңғалдырады. Неліктен олардың пішіні шеңбер немесе шаршы емес, жарты ай тәрізді. Бұл дизайн ағын динамикасы саласындағы физикалық проблеманы білдіреді. Қысқа мерзімді, бірақ қатты тропикалық нөсер жерге түскенде
су бірден сіңбейді, бірақ жер бетінде жоғары жылдамдықпен ағып кетеді. Топырақ жотасы жоғары қараған жарты ай пішіні физикалық үзіліс ретінде әрекет етеді. Су қақпанға түсіп, бір орында тұруға мәжбүр болады. Осы кезде гидростатикалық қысым пайда болады. Бұл судың тығыз топырақ қыртысы арқылы итерілуіне және күн сәулесінің әсерінен бірден буланудың орнына жер асты суларына терең енуіне әкеледі. Бірақ міне шынымен таң қалдыратын деректер. Зерттеушілер жылу датчиктерін орнатқанда, бұл шұңқырлардың ішіндегі температура қоршаған топыраққа қарағанда 15-20 градус Цельсийге төмен екенін анықтады. Бұл үлкен температура айырмашылығы 2 есе артады. Ай шұңқыры табиғи салқындату аймағына айналады. Осы салқын ылғалды ортада биологиялық реакция басталады. Ондаған жылдар бойы құнарсыз құрғақ топырақта ұйықтап жатқан микроорганизмдер кенеттен қайтадан белсендіріледі. Шұңқырға жел соққан шөп тұқымдары мен құрғақ жапырақтар сол жерде қалып, үнемі ылғалдың әсерінен тез ыдырайды. Бұл процесс органикалық гумустың пайда болуына әкеледі. Дәл осыдан бірнеше ғасыр бұрын Сахара шөлі жоғалған. Бір ғана жаңбырлы маусымда бұл шұңқырлардың ішіндегі топырақтағы органикалық көміртегінің концентрациясы 300%-дан астамға артады. Бұл шұңқырлар биологиялық губкалар қызметін атқарады. Олар суды өздеп жерді салқындатады. Дені топырақтың болуы әлі де міндетті шарт болып табылады. 100 000 гектар өлі жерді миллиондаған адамдарды тамақтандыруға қабілетті оазиске айналдыру үшін тағы бір биологиялық ғажайып орны алуы керек еді. Әрі қарай болған оқиғаның әсерлі болғаны сонша, НАСА-ның бақылау спутниктері Африка континентінің ғарыштан түсінің айқын өзгеруін түсіруге мәжбүр болды. Бақылау спутниктері Африканың биологиялық картасында түсінің айқын өзгеруін тіркеді. Жасыл нүктелер жайылып, құрғақ сары құмға қосыла бастады. Құмай және жергілікті дәнді дақылдар сияқты құрғақшылыққа төзімділігі жоғары өсімдіктер бір кездері мүлдем бос жер болған шұңқырлардан күшті өседі. Небәрі 2 жылдың ішінде үлкен аумақ сұр қоңырдан қою жасылға айналды. Өсімдіктердің пайда болуы биологиялық тізбекті реакцияны тудырады. Құстар мен жабайы жануарлар ондаған жылдар бойы жоқтан кейін сонда өмір сүруге қайта орала бастады. Ең қызығы, миллиондаған жасыл өсімдіктердің булану процесі тікелей жаңа микроклиматты жасайды. Жер бетіндегі температура төмендейді, ылғалдылық жоғарылайды және жергілікті жаңбыр жиі жауады. Бұл адамдардың атмосфералық жағдайларды кең ауқымда белсенді түрде реттей алатынын көрсетеді. Экономика және жүйелерді басқару тұрғысынан алғанда нақты деректер өте әсерлі нәтиже берді. Халықаралық сарапшылар шұңқыр қазуға жұмсалған әрбір $1 дәстүрлі пассивті азық-түлік көмегіне қарағанда $7 пайда әкелетінін есептеді. Қайта жанданған 100 000 гектар аумақ қазір жүздеген мың адамдарды тәуелсіз азық-түлікпен қамтамасыз етеді. Бұл оларға жиі үзіліп тұратын тұрақсыз сыртқы колонна көмегіне тәуелділіктен толығымен құтылуға мүмкіндік береді. Бюджеттерді аштықтан зардап шеккендерге уақытша көмек көрсетуге жұмсаудың орнына геологиялық жағдайларды өзгерту үшін ауқымды жұмыс күшін жұмылдыру ұзақ уақыт жұмыс істей алатын өзін-өзі қамтамасыз ететін жүйені құрды. Жер бетіндегі ең қатал рельефтің ортасында өзін-өзі реттейтін экожүйе сәтті құрылды. Бұл адамның дұрыс араласуы табиғи процестерді кері қайтара алатынын дәлелдеді. Бас тарт. Дегенмен, осы қызғылт ренессанс картинасының артында тағы бір қатыгез шындық пайда бола бастады. Ресурстар бұрын соңды ештеңе болмаған жерде пайда болған кезде, олар сонымен бірге адамның ең терең бейне қосылғылары мен аз ғана адамдар айтқан азапты ымыраларды тудырады. Бұл жасыл спутниктік суреттердің астарындағы қатыгез шындық. Бұл үлкен адам шығыны. Сахара шөлінің қатал жағдайында миллиондаған жарты ай тәрізді шұңқырларды қолмен қазу бұл жай ғана ауыл шаруашылық жобасы емес, сонымен қатар әдеттегі физикалық шектеулерден әлдеқайда асып түсетін сынақ. Жиі Цельсий бойынша 50 градусқа дейін жететін аптап ыстықта жұмысшылар қатты сусыздануға және тез шаршауға, қазба жұмыстары кезінде ұсақ құм шаңының тұрақты әсеріне, тыныс алу жүйесіне үлкен жүктеме түсіруге мәжбүр болады. Көптеген адамдар үшін адамдардың денсаулығы ұзақ мерзімді перспективада нашарлайды. Менде проблема бар. Бұл тірі қалуға деген ұмтылыс пен адам ағзасының төзімділігінің соңғы шегі арасындағы тікелей және өте шиеленісті ымыраға келу. Бірақ физикалық қысым бұл кең ауқымды араласудың жалғыз проблемасы емес. Бір кездері құнарсыз шөл болған 100 000 гектар жер кенеттен жайқалған шалғындар мен құнарлы шаруашылықтарға айналғанда, бұл бірден аймақтағы көшпелі мал шаруашылығы топтары үшін
магнит сияқты үлкен тартымдылықты тудырады. Бұл қауымдастықтар мыңдаған жылдар бойы Сахелді ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан дәстүрлі жолдармен шарлап келеді. Қазір қоныс аударушылардың қорғаныс қоршаулары мен жаңа егістіктері байқаусызда осы қозғалыстың жолында тұрған үлкен кедергілерге айналуда. Су ресурстары мен жерді пайдалану құқықтары үшін қызу бәсекелестік пайда бола бастады. Бұл уақыт өте келе қиындай түсуде. Табиғатты қалпына келтіру жұмыстары жақсы ниетпен жүргізілгенімен, байқаусызда жергілікті қауымдастықтар мен жаңадан келгендер арасындағы ресурстар үшін қақтығыстарды өршітті. Ресурстар бір жерде көбейген сайын бақылау үшін күрес бұрынғыдан да күшейе түседі. Сонымен бірге гидрология мамандары қоршаған ортаға кеңірек әсер ету туралы ескертеді. Жаңбыр суының барлығын жер бетінде 100 мың гектар аумақта ұстау жағдайды түбегейлі өзгертуі мүмкін. Төменгі ағыстағы уақытша өзендердің табиғи ағысы бұл жүздеген шақырым жерде орналасқан басқа экожүйелер мен қауымдастықтар үшін жергілікті су тапшылығының қаупін тудырады. Адамдар бұл аймақтағы бір экологиялық қатені екіншісінен байқаусызда қарызға алу арқылы түзетуге тырысуда. Бұл ауқымды интервенциялық жобалардың ең күрделі циклі бір ғана шешім миллиондаған адамдардың өмірін сақтап қалуға және жерді қалпына келтіруге мүмкіндік береді. Бірақ сонымен бірге ол қазірдің өзінде өте нәзік жаһандық жүйеге жаңа қысым мен жаңа тәуекелдер тудырады. Дегенмен, мұнымен әлі бітпейді. Өйткені бұл геологиялық эксперименттің түпкілікті нәтижесі жердің өзі қалпына келтіру қабілеті туралы біз енді ғана аша бастаған үлкен құпияны қамтиды. Чаттағы жоба және Суданнан келген 1 миллионнан астам адамның керемет күш-жігері біздің планетамыз туралы қатал шындықты дәлелдеді. Шөлейттену процесінің бұрынғыдан да жылдам қарқынмен бірі адамдар болуы мүмкін. Бірақ сонымен бірге біз бұл процесті жаһандық ауқымда ең қарапайым әрекеттермен кері қайтара алатын жалғыз биологиялық түрміз. 100 мың гектар қалпына келтірілген жер тек азық-түлік өндіретін шаруашылықтар ғана емес. Олар Сахараның кеңеюін тоқтату үшін адамзат тарихындағы өсімдіктерді бүкіл Африкаға таратудың ең үлкен әрекеті болып табылатын Ұлы Жасыл Қабырға жобасының ең маңызды буыны озық форпосты болып табылады. Бұл жобаға қатысатын адамдар енді пассивті көмек алушылар емес. Олар адамзат үшін жаһандық климаттың күрт өзгеруінен қорғайтын тосқауыл жасау үшін күш пен мызғымас ерік жігерді пайдалана отырып геологияны тікелей өзгертетіндерге айналды. Бұл оқиға бізге маңызды сабақ береді. Өмір мен өлім мәселелерінің шешімдерін күрделі технологиялармен жабдықталған заманауи зертханаларда табу әрқашан мүмкін емес. Оның орнына олар су қозғалысының ең негізгі табиғи заңдылықтарын және миллиондаған адамдар бір мақсатқа ұмтылған кезде кең ауқымды ынтымақтастықтың күшін түсінуден тұруы мүмкін. Біз өзімізді кішкентай сезінеміз және табиғаттың жойқын күшінен қорқамыз. Мен миллиондаған адамның қарабайыр құралдардың көмегімен өлі жерді жасыл оазиске айналдыра алатынына куә болғаннан кейін маған тағы бір шындық ашылды. Одан да маңыздысы және үмітті оятатын нәрсе адамның ең қиын жағдайларда бейімделу және әрекет ету қабілеті. Бұл табиғатты шынайы түсінуге негізделген ауқымды араласудың тарихи маңыздылықтың өзгеруіне әкелуі мүмкін екендігінің дәлелі. Дегенмен, әрбір өзгерістің маңызды сұрақтары бар. Әлемнің қоғамдастықтың қатысуына негізделген араласудың осы үлгісін бүкіл әлемге таратуға бел байлауы мүмкін бе? Әлде біз әрекет ете бастағанға дейін соңғы жасыл шалғындар шаңға айналғанша күте береміз бе? Экстремалды еңбек пен экожүйені қалпына келтіру арасындағы ымыраға келу құндылық пен этика тұрғысынан даулы мәселе болып қала береді. Бірақ бір фактіні жоққа шығаруға болмайды. Сахара шөлі жарты ай тәрізді тірі шұңқырлардың осы ұзын қатарларының алдында шегінуге мәжбүр болды. Төмендегі түсініктемелерде өз ойларыңызбен бөлісіңіз. Бұл бүгінгі күнге дейін жерді құтқарудың ең тиімді үлгісі деп ойлайсыз ба? Сіздің ойыңызша миллиондаған адамдарды осындай физикалық еңбекке жұмылдыру гуманитарлық жетістік пе? Әлде төтенше жағдайларды шешудің қиын шешімі ме? Өз пікіріңізді білдіріңіз. Сонда біз адам араласуының күшін бірге талқылай аламыз. Лайк басуды және арнаға жазылуды ұмытпаңыз.